день, дорогие уважаемые ребята. Сегодня я очень рада с вами нашей встрече. В данной школе я работаю уже 31 год. Педагогический мой стаж равен 36 лет. Я закончила школу. В школе у меня была учительница Балкия Султанова. И вот вы знаете, почему мне понравилась математика? На уроках математики мы постоянно решали задачи, в которых ребусы, кроссворды, логическое мышление было. Решали всякие интересные задачи, решали со всеми такими вот задачками, в которых можно было логически рассуждать, логически думать. Поэтому вот, ребята, мне очень со школьной скамьи понравилась математика. И уже не думая, я, закончив школу в 1978 году, сразу же поступила в наш Карагандинский государственный университет имени Буркетова на математический факультет. Конечно, на факультете мы уже изучали не только такие задачи, у нас были разные дисциплины. И уже больше столкнулась я с этой профессией, когда проходили мы педагогическую практику. Педагогическую практику я проходила в городе Караганде, в 52-й школе. И у меня как раз было мне дали классное руководство временно на 1 месяц, это 6 класс. И вот с этими ребятами мы проводили разные классные часы на различные темы. Ведь математика, ведь вы прекрасно знаете, что такое математика. Математика – это гимнастика ума, это царица всех наук. В какие бы области мы ни пошли, не начали бы заниматься, во всех этих областях у нас встречается математика. И вот так вот у меня началась моя педагогическая практика уже в студенческие годы. И уже не задумывая, я когда закончила университет, нам сразу дали направление, и я начала работать в школе. И вот с тех пор в этой данной школе я работаю 31 год. Спасибо вам большое. Ал балаларымыз сәлеметсіздер. Енді бүгінгі біздің кездесуіміз өте тамаша. Біздің ұйымдастырған ұйымдастырушылық ұстаздарға үлкен алғыс. Бізде сіздерде бала болғанбыз. Менің математикаға келу жолым. Мен өз ата-анам жаңа сауда саласында істеймін. Содан мынандай шоттар болатын. Қазір неде ментальный математикада қолданады ғой. Сондай шотпен жаңағы менің әкем отчет жасап отыратын қарым. Сонда үлкен сондарды қалай қосады екен деп қызығатынмын да. Содан жаңағы мен есепке деген қызығушылығым оянды. Сол мектепте жүрген кезімде, содан кейін мен сол математиканы таңдадым. Математиканы таңдағаныма және де мен өзім мектептен оқыған мұғалім болды. Ол кісі әрі физик, әрі математик болды. Ол кісінің баласы да математик болды. Сонда жан-жағындағы балалардың көпшіліктерінің ата-анасы математик болды. Сондықтан мен осылай мамандықты таңдауыма әсер етті. 79 жылы компьютерлік институтқа түстім. Жұмысқа түскеннен кейін сол өзімнің туған ауылыма келіп, Ақтоғай аудандық орта мектебінде істедім. Содан кейін Балқаш қаласында істедім. Осы мектепте істеген кезде осындай балалардың өте көптеген жаңағы сыныптарды шаралар ұйымдастыратын сол жаңағы көптеген шығармашылық жұмыс жасайтын, шығармашылықпен айналысатын балаларды көргенде өзіңнің жаңағы еңбегіңнің жемісін көргенде қатты қуанасың. Қанша дегенмен математика деген оңай емес, оның жаңағы үйрету оңай емес, бірақ содан бір баладан бір кішкене жақсы нәтиже көрсең, сен соған қуанып, соған сен шаттанып, әрі қарай жұмыс істегің келеді. Мен солай басталған жұмысымыз міне осы 40 жылға таяп қалды, 35 жыл жұмыс істеймін. Сіздерге де осындай математика енді алдағы уақытта біздің өмірімізде үлкен орын алады. Қазіргі ғылым түгел математикаға байланысты, сондықтан сіздер алдағы уақытта математиканы жақсы көңіл бөліп оқисыздар деп ойлаймын. Ал енді мен бүгін сіздерге дайындаған математикалық